Тәкаппарлық деген нәрсе аурумен тең. Оны дер кезінде емдемесең әдетке айналады. Кейін тағдырыңды күйретеді. Ол тіпті мұсылмандардың өзінде ақ кездеседі. Мысалы, өзінің имандылығы мен тақуалығына ғашық адамдар бар. Мен бәрін дұрыс жасап жатырмын, имандымын, құлшылықта тіпті көзімнен жас ағады. Сондай тақуамын, дұрыс жолдамын, иманына ғашық болады. Намазы жоқ, не орамалға келмеген, не ішетін адамды көрсе, өзін жоғары санап, ол адам үшін үкім шығару: сен тозақтықсың, сен Алланың қаһарына ұшырайсың, сен адам болмайсың, сынды сөздерге дейін айтқызады тәкаппарлық. Мысалы, бір столда ішіп отырған кісілер бар делік. Олардың ешкімде шаруалары жоқ. Екінші столда намазхандар отырып, әлгі ішіп отырған кісілерге қарай: ей тозақтықтар, бұлар харам бәрі десе, қай топтағы кісілер Аллаға қандай екені, кімнің расында қандай күйде дүниеден өтетіні тек Раббымызға мәлім. Әлгі жерде пенде байғұс өзіне көп алып қояды. Ең ауыры, өзіңді иманды санап дұрыс емес жолда жүрген адамды көріп, кішкентай болса да жоғарырақ санасаң бітті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына осы жайды күнде ескерткен болған. Себебі мұсылманның тайып тіпті діннен шығып кететінін өзі байқамай қалатын жері осы екен ғой. Аузымыздан шығатын әр сөз адамдардың көргенде қандай ниеттесің, ойдасың, бәрін қадағалап отыру керек. Себебі бір сөзің мен тәкаппарлығың үшін қаншама құлшылығың көмектесе алмауы мүмкін. Құдайдың рөлін иемденіп алып, артық сөйлеу, өзгені өзіңнен төмен санап қою, біреуге баға беру, үкім шығарудан аулақ болуымыз керек. Кімнің ішінде не болып жатқанын, кімнің тәубесі қандай екенін, Алламен байланысымыз біз білмейміз. Себебі біз қолымыз. Айту парыз екен деп, қалай болса сөйлейтін кісілерге мүмкін ескерту, жеткізудің өз әдебі бар. Дінде ол көркемділік. Көркем түрде жеткізесің, айтасың. Қалғаны ол адамның жүрегіне иман салу, ол адамды өзгерту Аллахтың ғана ісі. Адамға жетпей жатса, жаның ашып жатса, бір ғана амал ете аласың. Ол шын ықыласпен еткен туған. Ал дұғада да қоспай, жай өзіңді көтермелеу үшін айту мұсылмандық жанашырлық емес те шығар. Ол адам ертең бірнеше сағаттан соң жүрегіне ақиқат еніп, намазға келіп, сенен де тақуа болып кететін шығар. Аллах кун фаякун десе болды, бәрі бола қалады. Жеткізбе емес жеткіз, айтпа емес айт. Айту міндет, жеткізу парыз, бірақ көркем түрде діннен алшақтатып, өкіртіп алатындай емес.